Сәлеметсіздер ма балалар? 2-51 есебін шығаратын боламыз. Енді бұл жерде айтады, аның орнына қандай көп мүшені қойғанда тепе-теңдік тура болады дейді. Яғни бірінші есебімізде көріп тұрғандарыңыздай жазып қойдым. Мына жерде бізде берілген, я? Жазайын. 8х квадрат қосылған 7xy азайтылған y квадрат. Енді қараңыздар, біз қалай тапсақ болады? Тепе-теңдік. Мына жерде 8x квадрат бар екен. Мына жерде қарасақ, бізде не бар? 6x квадрат бар. Демек, 8 болу үшін 6-ға 2-ні қоссақ болады, е? Сонда 8x квадрат болады, яғни 6-ға 2-ні қосамыз. Демек, жазып қойайын. А тең деп қойайын. 2x квадрат дедім. Енді келесі, не жерде 7xy бар екен, бізде 3xy бар. Және де мынау жақшаның ішіне алынғандықтан таңбаларына мұқият қараймыз. Минус плюс болғанда таңба минус болады. Демек, 3xy-ден қандай санды алған кезде 7xy болады? 10, е? 10xy-ді жазайық. Қосылған деп қойын. 10xy. Енді қандай таңба бар? Яғни минус y квадрат. Бізде y квадрат мүлде мұны жерде көріп тұрған жоқпын. Сондықтан минус y квадрат қалпынша жазып қойын. Минус y квадрат. Енді осы адан шыққан санымызды орнына қойып көрек, сонда теңдігіміз тепе-теңдік болады мекен. Яғни біз өз есебімізге сенімдіміз ба, жоқ па, соны тексеру мақсатында аның орнына қоям енді. 2x квадрат қосылған 10xy азайтылған y квадрат қосылған жақшаның ішіне 6x квадрат азайтылған 3xy тең. Енді осы теңдеуімізді шешек, ықшамдап көрек. Яғни жақшадан шығарамыз бірінші. 2x квадрат қосылған 10xy азайтылған y квадрат қосылған болады. 6x квадрат минус плюс болғанда, мына таңбаға өте мұқият қараймыз. Онда минус плюс болған кезде жақша ашылғанда минус таңба болады. 3xy тең. Енді ұқсас мүшелерін асын сайын 2x квадрат пен 6x ұқсайды, 10xy пенен 3xy ұқсайды. Бірінші 2-ге біз 6-ны қосып алдық, сонда 8x квадрат болады. Қосылған 10xy-ден 3xy-ді азайтып тастаймыз, сонда 7xy болады. Және бізде ең соңында қалған минус y квадрат. Яғни тепе-теңдік болды ма, балалар? Болды. Есебіміз демек дұрыс екен. 8x қосамыз 7xy азайтылған y квадрат. Осылай дәлелдесеңіздер болады. Немесе осылай жазып қана есептеріңізді аяқтай салсаңыздар болады. Кімге қалай ыңғайлы, өздеріңіз білесіздер. Бұл бірінші есебіміз. Енді екінші есебімізді шығарайық. Бұл жерде а бар екен, минус екен. 8a-ның n дәрежесі азайтылған 2b-ның n дәрежесі қосылған с дейді. Тең 4a-ның n дәрежесі қосамыз 5b-ның m қосылған с дәрежесі. Мына жерде m екен. Есебімізді бір тексеріп шығайық. Енді қараңыздар, жаңағы есебіміз сияқты, мына жерде 8a-ның n дәрежесі бар, мына жерде 4a-ның n дәрежесі бар. Енді бізде минус жақшаның алдындағы таңбамыз минус таңба екенін ескереміз. Демек, біз 8-ден қандай бір санды, мысалы ада тұрған санды 8a-нен азайтқан кезде, мысалға 8a-нен азайтқан кезде, мына жақта 4a-ні шығу керек қой. Сол үшін 8-ден 12-ден біз 8-ді азайта аламыз. Сол кезде 4 болады. Демек, жазайын, а тең деп қойын. 12a-ның n дәрежесі деп қойын. Енді қандай бар? 5bm дейді. Мына жерде 2bm бар екен. Мына жерде таңба минус таңба, мына жерде минус таңба. Жақшаны ашқан кезде бұл плюс таңба болып кетеді. Сонда 5 болу үшін мына жақта 3 жазамыз. 3bm-ді жазамыз. 3bm. Қосу деп қойын. Әзірге 3bm.
қазір тексереміз, сол кезде егер қателіктер болатын болса табамыз тағы да. Келесі с мында да бар, мында да бар екен. Енді қараңыздар, мына жерде таңба минус таңба, мына жерде таңба плюс таңба. Минус плюс болған кезде бұл таңбамыз не істейді? Яғни азайтылып кетеді. Азайтылатын болса, онда жоқ болып кетеді ғой. Демек, онда біз мына жақта 2с деп береміз. Қосылған 2с дейміз. Сонда қосылған 2с дейміз. Енді осы алған мәнімізді аның орнына қойып, есебімізді шығарып көрейік. Егер шығатын болса, мына жауабы шығатын болса, демек онда есебіміз дұрыс деген сөз. Ендеше көрейік. 12а-ның n дәрежесі қосылған 3b қосу 2s дейік. Азайтылған жақшаның ішінде 8a-ның n дәрежесі азайтылған 2b қосу с тең балалар. Енді қараймыз. 12 жақшадан шығарып аламыз бірінші. n қосылған 3b қосылған 2s минус болады 8a-ның n дәрежесі. Минус мына жерде плюс таңба болады. 2b минус плюсы минус болады с тең. Енді ұқсас мүшелерін астын сайын 12a n мен 8a n ұқсайды. Және де 3b мен 2b 2s мен мұнда 2s мұнда 1s бар. Енді не істейміз? Мына тұрған 12a n-нен мына жерде 8a n-ді азайтып тастаймыз. Сонда 4a n болады екен. 4a n. Келесі 3b мұнда 2b бір-біріне қосамыз. Қосылған 5, 3-ке 2-ні қосамыз, 5b болады. Келесі мына 2с-ді мына 1-сін алып тастаймыз. Сонда 1с қалады. Қосылған 1-сіні 1 деп жазбаймыз, сының өзін жазып қоямыз. Сонда тепе теңдік болып тұр. Байқасаңыздар. Яғни теңдеуіміз теңесті. Демек, есебіміз дұрыс екен. Бұл екінші есеп балалар. Енді үшінші есебімізді шығарайық. Егер түсінбесеңіздер, қайтадан бір бастан бастап асықпай қарасаңыздар болады. Мен үшінші есепке өте берейін. Енді мына үшінші есепте қарап тұрсаңыздар, 5 деген ғана сан шығу керек қой. Сондықтан мына жерде аның орнына біз, яғни бәрі бір-бірімен қысқарып кету үшін а тең болады 3xn қосу 1 қосылғаны 10xn қосылған азайтылған деп көрейік. 7x азайтылу 5 деп көрейік. Енді осыны қойып көрейін аның орнына. Сонда барлығы қысқарып, бізде тек қана 5 деген сан шығу керек. Өйткені мұнда теңдіктің келесі жағында 5 деген сан бар. Енді орнына қойып көрсек, көреміз қазір. 3xn қосу 1 қосылған 10x-ның n дәрежесі азайтылған 7x. Аның орнындағы санды қояйық. Жақшаға алып көрейік. Либо жақшаға алып көрейік. 3xn қосу 1 қосылған 10xn азайтылған 7x азайтылған 5 тең. Енді осыны ықшамдайық. 3xn қосу 1 қосылған 10xn азайтылған 7x азайтылған жақшадан шығарамыз ғой. 3xn қосу 1 минус плюсіміз минус болады. 10xn минус минусымыз мына жерде плюс болады. Плюс болады 7x минус минусымыз плюс болады 5. Енді ұқсас мүшелерді қысқартып көрейік, сонда барлығы жойылу керек. Екеуі қысқарады, 10xn мен 10xn қысқарады, 7x пен 7x қысқарады. Сонда бізде 5 деген санымыз қалды. Демек, есебіміз осылай болады екен. Бірақ мына жерде
амыз не істейді, жақшаға алынады. Естеріңізден шығармаңыздар, аны міндетті түрде жақшаға аламыз. Яғни жақшаға алып қойын. Осымен балалар, үшінші есебіміз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма жазылып кетіңіздер және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта күрделі есептер болады, соның барлығын сіздермен бірге талқылайтын боламыз.